Масихтың ибадатлары. Петр! Сен жүзі жақсы минет еттің, Петр. Жүр менің үйіме, һәмме менен көрсесің. Мен хәзір қартайған ажағам Исақты барып көргім келіп тұр. Бірақ кейінірек сіздердің үйіңізге кіріп кетемен. Онда кеште көріскенше, Марк. Аскер, қандай жаңалықтар бар? Елші Петр жаңа ғана қалаға қайтып келді. Адамлардың айтуынша, ол масихишылыққа жүзілеген адамларды тартқан. Патша Агриппа өзіне қарсылас болғанларды жақсы көрмейтұғынын бұл масихалар қашан түсініп жетер екен? Менің ойымша, олардың айырымларын өлтірмегенше. Оны қолға алыңлар. Петр! Ол қайқа кетті? Джейсон, сен өтірікке болса да мені көргеніңнен қуанышлы екеніңді айтуым мүмкін еді. Марк қуанышлыман әлбетте, бірақ білесің ғой. Мен білемен. Себебі Петр сені тапты, саған нан берді, сені сенімге үйретті. Ауа. Ол туысқанымыз Исақтың үйіне кетті. Рахмет. Галилалы Симон Петр, сен бе? Ауа, сен қолға алындың. Қандай айыппенен? Бұл туралы кейінірек тәшвишленеміз. Яқ! Ол адамнан қолыңызды тартың, оған тимеңлер. Оны да ұслаңлар. Яқ, қаш, Джейсон. Ол қайыққа жоғалды. Сен оны көріп тұрсаң ба? Ол ұзаққа кете алмайды. Біздер оны табамыз. Тәшвишленбе. Мен білген едім. Құдай сенің үйге аман есен қайтуыңа жәрдем береді оғаным. Саған көп нәрсе айтып беруім керек. Петр қамаққа алынды. Қалайынша? Яқ. Оның менен жаңа ғана қошластым ғой. Мен оны өз көзлерімменен көрдім. Әскерлер оны қолға алды. Олар неге Петрді қамаққа алды? Римлілерге себептің керегі жоқ. Марк. Келіңлер, һәмме тынышланып алайық. Тынышланып отыруға уақыт жоқ. Олар яқты қолға алғанында не болғаны еске салайын ба? Мен тірі екенмін, және бір елшіні өлтірулеріне жол қоймайман. Біздер бір нәрсе істеуіміз керек. Джош, iltimos, Хаттекі не себеп айыплап атырғаны да белгісіз. Ойланбастан іс қылуға болмайды. Келіңдер, не болғанын анықлайық. Өзім бәрін анықлаймын. Сен? Қалайынша? Петр, елші һәм Иса деген адамның шәкірті. Сен мемлекетке қиянет етуді айыпланасың. Егер сені айыплы деп тапса, онда сенің жазаң өлім болады. Масихилар, сіздер жақсысы патша Агриппаға қарсыласпағаныңыз дұрыс болар еді. Мен Агриппаға жамалық тілемеймін. Бәлкім. Бірақ ол Исаның тәлімі тоғайдағы өрт сияқты таралып атырғанын көрсе, қаһарленіп басылайды. Қашып кетуді Хаттекі ойыңа да алма. Мына хайуанлар сенің екі жағында ұйқылайды. Ал сенің камераның есігінің сыртында болса, және 14 адам болады. Оны қиянет етуде айыплап жатыр. Қиянет етуде? Яқты да қиянет етуді айыплаған еді. Исаны да. Ол жерде кім не деп атырғаны маған ахметли емес. Оны құтқарып ала аламыз. Оны 16 әскер қорғап тұрыпты. Онда біздер ұрсамыз. Тісілеріне шекем құралланған әскерлері бар. Рим армиясының легионы менен ұрсамыз ба? Сенің дау жүректілігің ақылынан көбірек болып кетіпті. Онда қарауылларды сатып аламыз. Олар сенің ақшаларыңды алады, бірақ Петрді бәрібір босатпайды.
Хами мухаддислер үшін неге біздер Петрдің өлтірілуін үндеместен күтіп отырамыз? Қандай етіп жәрдем бере аламыз? Бары жоғы кішкене масихилар топарымыз. Олардың артында Рим империясы тұрды. Тек Иерусалимнің өзінде олардың 1000 аскері бар. Бірақ хамеміз бірігіп жиналсақ, онда істей аламыз. Еш нәрсе істей алмаймыз. Біздерге хаттекі құрал ұслауға да болмайды. Жағдай үмітсіз деп қорқаман. Ұялуың керек, Марк. Растан да мыңлаған адамдарға қош хабарды уайызлық еткен менің балам. Ақиқаттан да бұл жағдайда еш нәрсе істей алмаймыз деп ойлап атырсаң ба? Анажан, сен біздерге ұрысуды... Мен Исаның ибадатының күші хақында уайызлықты еске түсіріңізді ұсыныс етіп атырман. Растан да сілердің ешқайсыңыз таудағы уайызлықты еспедіңіз бе? Еске түсіріңлер. Ұстаз былай деді, еске түсіріңлер. Сене тұғын адамға мүмкін емес нәрсенің өзі жоқ. Сораңлар, аласызлар. Ізлеңлер, табасызлар. Есікті қағыңлар, һәм сіздерге ашылады. Кім сенім менен сораса, сол алады. Ұстаз, онда біздерді ибадат етуге үйрет. Мынадай етіп ибадат етіңлер. Аспандағы әкеміз, сенің атың мұқаддес бола берсін. Сенің патшалығың келсін. Аспанда орыланғаны сияқлы, жерде де сенің еркің орылансын. Біздерге күнделікті нанымызды беріп тұра көр. Һәм біздерге күнә істегендерді кешіргеніміздей, біздердің де күнәларымызды кешір. Һәм біздердің азғырлығымызға жол қоймай, сұм шайтаннан құтқара көр. Өйткені патшалық та, құдірет те, ұлылық та мәңгілікке сенікі. Амин. Ибадат. Ол біздерді ибадат етуге үйретті. Һәм сенген уақытыңда һәмме нәрсе мүмкін деді. Ана жаным дұрыс айтып атыр. Сене алмайман. Біздер тек отырып, өлтіретұғын күнді күтеміз бе? Өзлеріңіз ибадат ете берің. Ал мен болса, Петрді азат етуге бараман. Аспандағы әкеміз, біздер саған жүрегімізде таспенен келдік. Әй сен, қаяққа барасың? Мен капитан менен ұшырасуды талап етемен. Жақсысы жаның барда бұл жерден жоғалып қал. Әй сен, мен елші Петрдің азат етілуін талап қыламан. Сен қалай? Оны бұл жерден шығарып лақтырып таслаң. Айыпсыз адамды тұтқынға алуға сілердің хақыңыз жоқ. Оны жіберіңлер. Петрді босатыңлар. Ол ешқандай жаман нәрсе істеген жоқ. Сіздер Жейсон екеуміз туысқанымыз Исаққа барып келеміз. Міне сіздердің тізіміңіз. Иерусалимдегі әрбір масихи Петрдің азат етілуі үшін ибадат етуі керек екенін есте сақлаң. Жаман хабар әкелгенімізде мен қатты өкініштемін. Туысқаным Габриэл, сенің келгеніңе мен қатты қуаныштымын. Маған сене беріңізге болады, мен ибадат етемін. Қиянет, оларға онан тезірек құтылу үшін тек сылтау керек. Біздер суд мәжілісі уақыттан ұтуымызға жәрдем береді деп үміт етіп атырмыз. Олар бәрін тез істейді деп қорқаман. Яқыптың мәселесін де сондай етіп тез шешкен еді. Бәлкім, Жош хақ болған шығар. Мүмкін біздер олармен ұрысуымыз керек шығар. Яқ, Марк пен Мариям хақ. Ибадат біздердің жалғыз құралымыз. Бірақ бұның ешқандай пайдасы жоқ. Мен Құдайға онсыз-ақ біздердің не қалайтұғынымыз белгілі демекші едім. Ол неше мәрте біздердің ілтимасымызды естуді қалайды. 1000 мәрте. Бір күні Иса сондай тымсал айтты. Бір адам түн ортасында достының үйіне келіпті. Ераст! Маған сенің жәрдемің керек. Ераст!
Не, шайтан азғырып бұл жерде не қылып жүрсең? Сені сендіріп айтаман, бұның шайтанға ешқандай қатынасы жоқ. Не? Ауа, менің үйіме жаңа ғана достарым келді. Олар ұзақ жолды басып келді. Жақсы болыпты. Сәлем айт. Тоқта, менде еш нәрсе жоқ. Тыныш, шаңырағым ұйқылап жатыр. Маған да қолайсыз. Тыныш. Менің үйіме достарым келді. Бірақ оларды ауқатландыру үшін менде нан жоқ. Саған неше мәрте айтаман, үйіңге зият нан алып қой деп. Бірақ неге? Сен үйіңде барқұлла жетерлі нан болады ғой. Ераст, сен осы жердесің бе? Ераст! Құлақ сал. Бұл жерде шаңырағым ұйқылап жатыр. Әммесі ұйқылап жатыр. Сенен басқасының әммесі. Ауа, менен басқасының әммесі. Егер оянған екенсің, енді сен маған азғандай нан беріп тұра алмайсың ба? Ераст! Рахмет саған, Ераст. Рахмет. Төсегіңе қайтып бар. Сен ұйқылап алуың керек. Көрдіңіздер ме? Хаттекі түн ортасында келген адам да сораған нәрсесін алды. Оған хатты керек еді, һәм ол сорауды давам етті. Мен затларға бұл тарапынан қарап көрмеген екенмін. Маған да тізімінің ярымын берің. Біздерге Құдайдың жәрдемі қатты керек екенін Құдайға көрсетпекшімін. Тоқтап тұр. Сенің бай ағайының осы жерде жасамайтұғын ба еді? Осы жерде. Бірақ менің ойымша барғаныңның пайдасы жоқ деп ойлайман. Ол Исаның тәлімін қабыл алмады. Егер онда еш болмағанда аз ғана сенім болса, соның өзі біздерге жәрдем береді. Бейшара Петр. Біздер карамат болу үшін һәммеден ибадат етуін сұраймыз. Петрдің қайтадан азатлыққа шығу үшін. Бұны айтып атырғаным үшін кешіріңлер, бірақ ибадатларымыз жәрдем бермейді деп қорқаман. Сіз Құдайдың караматлар көрсету күшіне ие екеніне сенесіз бе? Ауа, бірақ менің ойымша, ол бұны барқұлла қалайтұғынына сенбеймін. Бір күні Иса туралы тымсал айтып берген еді. Iltimos, маған айтып берің. Тымсалда судья хақында айтылады. Судьяны адыл судья деп айтуға болмайтұғын еді. Құрметті судья, ол хаял және келді. Жесір хаял ма? Сол ма деп қорқаман. Ол бұл жерге келуден қашан безар болады? Құлақ сал, оған айт, мен... Хаял, сен бұндай етіп бастырып... Қымбатлы судья, сізден ілтимас, менің арзыма құлақ салың. Мен енді 20 мәрте естім сенің арзыңды. Сен жесірсің, һәм сенің еш нәрсең жоқ. Сүтқорлар болса сенің үйіңді тартып алды. Жалғыз сіз ғана маған жәрдем бере аласыз. Сізден өтінемін, бір нәрсе істең. Мен сенің ісіңді қайта көріп шықтым. Мен қарарымды қабыл қылып болдым. Олар мен үйімді ұрлап кетті. Егер сіз әділ шешім қабыл қылмасаңыз, онда адамлар сіз туралы не деп ойлайды? Адамлардың не деп ойлайтұғыны маған бәрібір. Онда ойлап көрің, Құдайды қалай қуандырасыз? Мен тек қана өзімді қуандырғанды жақсы көремін. Мені тонап кеткен туралы хабар қалайынша сізді қуандыра алады? Жеткілікті, мен саған қамақханадан жаңа үй құрып беремін, егер сен мені тыныш қоймайтұғын болсаң. Сондай қылың. Жалғыз сол ұсылғана менің сізге келуіме тосқынлық қыла алады. Менің жауабым болса, иә, неге сен оны қабылдағың келмейді? Себебі жалғыз сіз ғана мені құтқара аласыз. Жәрдем беретұғыныңызға мен сенемін. Яқшы, мен саған үйіңді қайтараман. Рахмет сізге, қымбатлы судья. Рахмет. Көрдіңіз бе? Егер хаттекі әділ емес судья ақырақ бетінде адамларға жәрдем беретұғын болса, онда Құдай дүниядағы ең әділ судья әлбетте. Ол Петрға азат болуына жәрдем береді. Қымбатлы Рода, маған сене беруіңе болады. Өзіңе сабақ алдың деген үміттемен. Жоғал, һәм енді бұл жерге қайтып келме.
Петр, менде саған жаңалық бар. Адамлар қашан сіздердің ақылыңыз кіреді? Хаммеміз біргелікте Петрді азат қыла аламыз. Хаммеміз біргелікте соның менен шұғыланып атырмыз. Джош, жамааттың хаммесі Петрдің азат болуы үшін ибадат етіп атыр. Жамааттың хаммесі азат болуы үшін күрескені жақсы болар еді. Бүгін түнде хүкім орланады. Олар оны жасырын түрде өлтіре жақ па? Түнде ме? Егер де маған құлақ салғаныңызда ма еді, онда біздер оны құтқарған болар едік. Бір-біріңізді айыпламаң. Петр еле өлген жоқ. Бірақ өледі. Яқ. Жүректегі қайғы менің ибадатымды тоқтата алмайды. Исаның өзі сондай деп айтты. Оның біздердің ар біріміз үшін қалай ибадат еткені есіңізде ме? Естисіздер ме? Ұстаз, о жаным, өлердей қиналып тұр. Сіздерден ілтимас, осы жерде менің бірге болың. Ілтимас, осы жерде болың. Әке жаным менің. Білемен, менің уақытым келді. Егер де осы азап кесесі, мен оны ішпеуім үшін қасымнан өтіп кете алмайтұғым болса, онда сенің еркің болсын. Иса да жүрегіндегі бүткіл дүнияның қайғысы менен біздердің құтқарылуымыз үшін ибадат етуді давам еткеніндей, мен де сондай етіп Петр үшін ибадат етуді давам етемен. Петрді жіберіңдер. Сонда осы алтынлардың бәрі сіздердікі болады. Ауа ма, ямаса яқ па? Ауа, бірақ қазір һәм осы жерде емес. Қашан? Түнде. Көшенің ар жағындағы тар көшеде ұшырасамыз. Ал әзір болса бұл жерден жоғал. Аспандағы әке жаным, мен сен үшін өлуге таярман. Бірақ мен сенің қойларың үшін жауапкермен. Сенен өтінемін, Құдайым, маған азатлық бер. Мен білмеймін бұны қалай істейтұғыныңды, бірақ мен білемен сенің қолынан келеді. Міне олар. Қаш бұл жерден, қаш. Сен қазір хаммесін бұзасаң, қаш. Бол тез, оны бұл жерден алып кет. Ақшаларды бер. Тұр, Петр, кеттік. Сен салықларды төлеп болдың деп есеплап қоямыз. Құдайым, біздердің ибадатларымызды есте көр. Петрдің өлуіне жол қойма, Құдайым, бұған құтқарылу жібер. Құдайым, біздер білеміз, сенің құдіретің карамат көрсетеді. Бүгін Петр үшін карамат көрсет. Сенен өтінеміз, Құдайым, біздерге жәрдем бер. Біздердің ибадатларымызды есет, Құдайым. Петрді азат ет, Құдайым. Оны азат ет, Құдайым.
To'g'ri, Pyotr. Ketdik. So when darkness paints my life cold and black, he knows it, searching for the path leading back. Менің өмірімді қайғы қараңғылық суық том менен қаплап алған уақытта, ол бұл туралы біледі. Ол жолын біледі, һәм оны көрсетеді, мені жетеклеп жүреді. Жығылған уақытында ол мені ұстап қалады. Үміт тұқымы өсіп шықты, һәм жанымның төрінде мен білемен, оның көздері хақ адамға қарап тұратұғынын. Ол жүректері жараланғанлардың ибадатларына құлақ түреді. Оның қоллары болса, жақты нұрды ізлегендерге қарап созылған. Ол бар құлла қасымызда. And his arms reach to all who need lightness. For the least of these, he's never far. Oh, good. О, Құдайым, кімдір біздер менен ибадат етуге келді. Рода, есікті аш, iltimos. Рода, қалған һәмме туысқанға айтып бар. Бұл Пётр. Пётр, ол қамақханада ғой. Сізлерге айтып атырман ғой. Бұл Пётр. Қыз ақылдан азды. Мариям? Бұл Пётр ғой. Құдайым, ол азатлықта ғой. Пётр, сен тірсең бе? О, яқ. Бұл жер қауіплі. Мен қаладан шығып кетуім шарт. Сіздерден iltimos, маған бір жұмысты істеуге жәрдем берің. Не болса да жәрдем береміз. Мен сіздердің ибадатларыңызды Құдай естігенін сіздерге айтпақшы едім. Періште мені құтқарды. О, рахмет сіздерге, достарым. Енді мен сіздер үшін ибадат етемен. Құдайым, мені кешір. Менің ақмақлығымды. Енді мен білемен, сенің жәрдеміңсіз мен хәлсізбен. Маған ибадатты есте сақлауыма, һәм сенің күшің құтқаратығына сенуіме жәрдем бер. Мен қашан қайтып келе алатығынымды білмеймен. Ал сол уақытқа шекен болса, қойларға қамқорлық ет. Оларды ибадат етуге үйрет. Мен оларды үйретемен. If a sparrow from its nest falls, Шымшықтың палапаны ұясынан түсіп кеткен уақытта, ол оны көреді. Нәресте өзінің ең бірінші хәлсіз дауысын шығарғанда, ол оны естеді. Тайыншақ қорқып, бірінші адымын атқанда, ол оған қолын созады. Мен үшін да ол сондай істей ме? Кішкене нәресте садалықпенен ибадат еткен уақытта, ол оны сезеді. Аш адам нан сұраған уақытта, ол оны ауқатландырады. Улы ямаса кішкене екенің ахметлі емес, ол біздердің һәммемізді жақсы көреді. Ол мені есінде сақлайтұғынына үміт етемен. Себебі оның көзлері сауап іс істейтұғыларды көреді. Құлақлары болса, жүректері жараланғанлардың ибадатларын естеді. Қоллары болса, нұрды ізлегендерге қарап созылады. Ол бар құлла қасымызда. Қайғы менің өмірімді қараңғы суық рең менен бояған уақытта, ол бұл туралы біліп тұрады. Ол жолын біледі, һәм оны көрсетеді. Мені жетеклеп жүреді. Ол үміт һәм қуаныш береді. Егер қапелімде мен жығылсам, ол мені ұстап қалады. Үміт тұқымы өсіп шықты, һәм жанымның төрінен мен білемен, оның көздері хақ адамға қарап тұратұғынын. Ол жүректері жараланған адамлардың ибадатларына құлақ түреді. Қоллары болса, нұрды ізлегендерге қарап созылады. Ол бар құлла қасымызда. Бар құлла қасымызда. Бар құлла қасымызда. he's never far. So when darkness paints my life cold and black, he knows it, searching for the path leading back. He shows it always through it all.
He'll catch me when I fall. Now the seed of hope has grown, and deep inside I know that He has eyes watching over the righteous, and ears that hear the prayers of a broken heart, and His arms reach to all who need likeness. For the least of these, He's never far. Never fall. He's never